Сабағымызда Ресей империясының Қазақ хандығына қосып ала бастауы. 30 жылы кіші жүздің билері Әбілқайырға барып, Ресейдің көмегімен жоңғарларға тойтарыс беру мәселесі бойынша барған болатын. Осы кезде Әбілқайыр солтүстіктегі көршілері Ресейден әскери көмек алу туралы мәселені көтерген болатын. Осы кезде Ресеймен келіссөз мүлдем басқаша болған болатын. Ресейдің үкімет билігімен немғұрлым жақын бола түсу мақсатымен 1730 жылғы қыркүйек айында Әбілқайырдың елшілігі Петербургке келді. Яғни келген уақыты 1730 жылдың қыркүйек айы. Елшілік кіші жүзді Ресейдің қарамағына алу туралы императрица Анна Иоанновнаның атына жазылған өтінішті табыс еткен болатын. Енді осы кезде Әбілқайырдың елшілігіне құрмет көрсетіліп, оны үлкен ықыласпен Петербургте қарсы алады. Ресей үшін кіші жүзді империяның құрамына қосып алудың ең қолайлы сәті түседі. Осы кезде 1730 жылдан бастап бұған дейін Ресейдің құрамына Еділ қалмақтары, Қабарда князьдығы қосылған болатын. Осыдан кейін бір жылдан соң, яғни 1731 жылы императрица Анна Иоанновна кіші жүздің қазақтарын Ресейдің қол астына алу туралы грамотаға, яғни ресми құжатқа қол қояды. Империяға өтудің сипаты үстірт жасанды болды. Дегенмен бұл Қазақ хандығының Ресей империясына қосылуының басы еді. 1731 жылы Қазақстан жеріне, яғни кіші жүз аймағына Әбілқайырға көктем уақытында Петербургтен Тевкелев келген болатын. Осы Тевкелев бастаған елшілік кіші жүздің билеушілерін Ресейдің қол астына қалай өткізу керектігі жөнінде жан-жақты нұсқаулықтарды алып келген болатын, және жаңа басында жазылған грамотаны бірге алып келген. Кіші жүздің ат төбеліндей билеуші тобына қалағанша сый-сияпат беріп, тікелей сатып алу жағдайы да қарастырылған. Ол үшін 1 миллион орыс рубліне дейін жұмсауға рұқсат етілген. Әбілқайырға императрица Анна Иоанновнаның атынан қымбат бағалы болат қылыш, болғыны ішік, 2 түлкі тымақ, шұға маталар мен басқа да сыйлықтарды беру көзделген. Бірақ оларды ең бастысы Құран ұстап, ант берілгеннен және құжатқа қол қойылғаннан кейін ғана тапсыру қарастырылған болатын. Дипломатиялық тапсырмамен келгендердің құрамында Башқұрттың ықпалды старшын әрі батыры Таймас Шайымовта болған. Бұл дипломатиялық тапсырмамен келген елшілік сонымен қатар барлау мәліметтерін де жинауға келген болатын. Яғни Қазақстанның кіші жүздің ішінде қандай мәселелер болып жатқанын барлығын осы Тевкелевке біліп келу тапсырылған болатын. Осылай көп ұзамай кіші жүз қазақтары ақырында 2 топқа бөлінеді. Олар оппозициялық және жақтаушылар болып. Оппозициялық Ресейге бағынып керек емес, олардан әскери көмекті алмай-ақ өзіміздің күшімізбен жоңғарларға тойтарыс бере аламыз деген топ қалыптасады. Ал екінші топ керісінше Ресейге патша үкіметінің қолдауы арқылы біз жоңғарларға тойтарыс береміз деген өздерінің пікірлерін қалыптастырған болатын. Кіші жүздегі ақсүйектердің едәуір бөлігі Ресейді қолдаған, ал кейбірі қарсы шыққан болатын. Әбілқайыр ханның жеке өзінің бастамасы бойынша қабылданған болып шығады. Ақырында осы арқылы Ресей елшілерін өлтіріп
жіберуге әрекет жасағандар да болған. Сондықтан дипломатиялық тапсырмамен келген елшілерді қорғау ісін Әбілқайырдың ұлы Нұралы сұлтанға тапсырған болатын. Яғни Ресейден, Санкт-Петербургтен келген елшілердің барлығын Әбілқайырдың өз ұлы Нұралы қорғап жүрген болатын. Келесі, одан кейін бізде Әбілқайырдың төңірегіндегілерді Ресейдің қол астына өтуге ақырында көндіреді. Көп ұзамай 1731 жылы 10 қазан күні Әбілқайыр хан және оның қарамағындағы 29 старшынмен бірге Ресей империясының қол астына өту туралы ант қабылдайды. Ант қабылдаған уақыты 1731 жылдың 10 қазан күні. Бұл оқиға Ырғыз және Тобыл өзендерінің бойындағы арасында орналасқан Майтөбе деген шатқалда болған болатын. Бұл Майтөбе шатқалында орын алған жағдай кіші жүз қазақтарының Ресейдің бодандығын қабылдау мәселесі қарастырылады. Ең алдыменен хан партиясы деп аталған, ант қабылдауға барлығы 29 қазақ старшыны қатысқан. Бірінші болып Әбілқайыр хан ант қабылдайды. Одан соң оның төңірегіндегілер ақырындап антты қабылдаған болатын. Қазақтардың Ресейдің қол астына өтуі осылай басталған болатын. Майтөбе деген жер қазіргі аудан, ауыл ретінде қарастырылады. Және осы кезде ант қабылдау барысында Әбілқайыр өзінің ұлдарының бірін Ресейге аманат жіберуге уәде еткен болатын. Осылай ант қабылдағаннан кейін Тевкелев кіші жүзде атқарған сәтті дипломатиялық қызметі үшін әуелі полковник, одан кейін орыс армиясының генералы әскери шенін алған болатын. Ақырында оның ұрпақтары Орынбор өлкесіндегі ірі помещиктерге айналады. Олардың мыңдаған басыбайлы шаруалары болған. Ал осы ант қабылдауға Санкт-Петербургтен кіші жүз жеріне келген башқұрттың старшыны Таймас Шаймовқа Тархан деген атақ беріледі. Әбілқайыр хан Ресейдің қол астына өтуді қабылдағаннан кейін кіші жүз қазақтардың арасындағы беделі мен ықпалынан айырыла бастаған болатын. Әбілқайыр ханнан кейін Ресейдің қол астына өте билеушілер ақырындап өте бастаған болатын. Бұл қазақтарға қысқа уақытта шекара шебінің ішкі жағына еніп, уақытша тұруға мүмкіндік берген болатын. Осылай Ресейдің иелігіне негізінен шекара шебіне таяу тұратын қазақтар өткен болатын. 1734 жылы Қырғыз Қайсақ, яғни Орынбор экспедициясы құрылған болатын. Орынбор Қайсақ, Қырғыз Қайсақ, яғни Орынбор экспедициясының құрылған уақыты бізде 1734 жылы. 18 ғасырдың 30-40 жылдары әскери бекіністер қазақ жерінде көптеп салына бастайды. 1735 жылы Орынбор қаласының негізі қаланады. Орынбор батыс Қазақстан аумағын отарлау орталықтарының ірі орталығына айналған болатын. 30-40 жылдары қарай үй шекара шебі салынады. Шекара шебінде жоғарғы жайық бекінісінен Звериноголовская бекінісіне дейін 770 шақырымға дейін созылады үй шекара шебі. Патша үкіметі 1734 жылдан бастап қазақтардың Жайық өзенінің оң жақ өңірінде көшіп қонып жүруіне қатаң тыйым салынады. Яғни 34 жылы Қырғыз Қайсақ
яғни орынбор экспедициясы құрылған болатын. Осы экспедиция арқылы патша үкіметі қазақтардың жайықтың 10 жағалауына өтуіне тыйым салып тастаған болатын. Одан кейін Ресей империясы қазақ жоңғар соғыстарын пайдаланып, қазақ жерін одан әрі жаулап алу әрекеттеріне кіріседі. 1750-55 жылдары 52-55 жылдары орын алған жағдайлардың бірі ол бізде 52-55 жылдары орта жүз қазақтарының солтүстік аймағында Жаңа Есіл деген шекара шебі құрылады. Бұл шекара шебі өзенінен басталатын шекара шебін Ертіс шекара шебімен жалғастырған. Яғни өзенінен басталатын шекарамен 770 км болды ғой жаңа. Соның Ертіс шекара шебіне дейін жалғастыратын шеп бізде Жаңа Есіл шекара шебі болып табылады. Осының бойында көптеген ащы сулы көлдер бар. Бұл шепті халық ақырында Қасірет белдеуі немесе Горькая линия деп атап кеткен болатын. Қазақтардың Ресейдің қол астына өтуінің салдары. Қазақ халқы бірте-бірте өз тәуелсіздігінен айырыла бастады. Бұл ең басты себеп. Өз тәуелсіздігімізден айырыла бастадық. Патша үкіметі хандар мен сұлтандарды уақыт өткен сайын өзінің айтқанын екі етпейтін бағынышты шенеуніктеріне айналдырды.